Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қысқа арнап болгар бұрышты сақтайтын боламыз. Дәл қазір көкөністер арзан уақытта алып, мұздатқышта қатырып сақтауға болады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің салған видео рецепттерімді көріп, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен болгар бұрышын әбден жуып тазалап аламыз. Болгар бұрышының басын кесіп алып тастап, ішіндегі дәнін де тазалап алып тастаймыз. Одан кейін болгар бұрышын бірінің ішіне бірін салып, целлофан пакетке саламыз. Осылай 2-3 штуктан салып пакетке саламыз. Бұл бізге фаршированный перец дайындауға қажет болады, сол үшін осылай сақтайтын боламыз. Келесі бір сақтау әдісі, өзіңіздің қалауыңызша бұрыштарды турап, әртүрлі сорпаға, тамақтарға қосуға сақтап қоямыз. Мен осылай 4 бұрышты етіп турайтын боламын. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар, және осы видеоны поделиться батырмасын басып, достарыңызға, әпке сіңілдеріңізге жіберіп қойыңыздар. Міне осылай барлығын турап шықтым. Енді болгар бұрышын барлығын бір целлофанға салмаймыз. Целлофанға аз-аздан салып, пакетіміздің ауасын шығарып, орап қоямыз. Осылай сақтап, тамақ жасап жатқан кезде дайын бір пакетін алып, шығып, қоса бересіз. Өте ыңғайлы және өзіңіздің уақытыңызды да алмайды. Міне барлығын енді мұздатқышқа бірінің үстіне бірін қойып сақтаймыз. Видео ұнаса лайк басып, маған кері байланыс білдіріп, пікір қалдыра отырыңыздар.